барып жатырмыз міне. Давай аш. Уже 5:30 ба? Томбайсың ба? Ой. Сәлем достар, бүгін біз Йеллоустондағы екінші күнімізді жалғастырамыз. Таңертең жуынып келсем, лагердің дәл ортасында кешегі бұғы жайбырақат шөп жеп жүр екен. Біраз тамашалап, суретке түсіп алған соң таңғы асқа жұмыртқа қуырып, жылынып алу үшін сорпа іштік. Кейін заттарымызды жинастырып, жолға шықтық. Палатка жиналды. Отын сөнді. Столымыз жиналды. Машина дайын. Бірінші тоқтаған жеріміз Мадуэлл Кейно. Бұл аймақ қайнап жатқан балшық қазандарымен танымал. Жер астындағы ыстық су мен газдардың әсерінен балшық үздіксіз бүлкілдеп, кішкентай жанартауға ұқсап тұрады. Мұнда күкірттің иісі анық сезіледі және Йеллоустоунның ең белсенді геотермалдық аймақтарының бірі саналады. Мадуэлл Кейно деген жер балшық вулканы. Dragon's Mouth Spring, драконның аузы деген жер. Грязный лук. Шіріген жұмыртқа иіс шығады. Қозғалмай ма да? Адамдарды қараңдар қалай қарайды. Жақын жерден де көрейін. Аяу жүр екен. You see the bear? Bear. Yeah, bear. Oh, it's over there, that one. Yep. Oh my God, it's so far away. Yeah. You want to go closer? Artist Point деген водопадқа келдік біз. Жаңбыр жауып тұр. Бұл жерден Йеллоустоундағы ең әйгілі көріністердің бірі ашылады. Төменде сарқырап аққан Lower Falls пен түрлі түске боялған Алып каньонды тамашалауға болады. Йеллоустоун National Park атауы ең алдымен осы аймақтан өтетін Йеллоустоун өзеніне байланысты қойылған. Йеллоустоун деген сөздің түбі қызық. Ертеректе француз аңшылары бұл өзен бойындағы сары түсті жартастарды көріп, оны Roche June деп атаған. Кейін бұл атау ағылшын тіліне аударылып Йеллоустоун, яғни Йеллоустоун болып қалыптасқан. Біз екінші нүктеміз Upper Falls деген сарқырамаға келдік. Artist Point-тан жақын. Неше минут жүрдік? 2 минут па? 3 минут па? Ауа райы күшті, жаңбыр сіркіреп, тап-таза тема болып тұр да. Бұл сарқырама Йеллоустоун өзенінің жоғарғы бөлігінде орналасқан және биіктігі шамамен 33 метр. Аласа болғанымен су ағыны өте күшті әсерлі көрінеді. Ең жақсысы көліктен алыс жүрмей-ақ сарқыраманы жақыннан көруге болады. Күнді әрі қарай жалғастырып, Йеллоустоунның тағы да таңғажайып жерлерін зерттеуге аттандық. Егер сіздер Йеллоустоун National Parkқа келсеңіздер, міндетті түрде жолдың алыстығына қарамай, Ламар Валли жағына баруға ұсынамын. Себебі бұл бағытта жүргенде көз алдыңыздан өте әдемі, әртүрлі табиғи көріністер ашылады. Bir сарынды емес, әр бұрылыста жаңа пейзаж, кең аңғарлар мен өзен бойындағы ерекше ландшафттар кездеседі. Сонымен қатар Йеллоустоундағы жабайы жануарлардың көбі дәл осы бөлікте мекендейді. Адамдардың бәрі қарайды. Біз
Жолда алғаш көргеніміз қара қасқыр болды. Алғаш тоқтағанда анық көрінбей, алыста қозғалып жүргенін ғана байқадық. Сол сәтте бір түсінгеніміз, бұл жаққа міндетті түрде үлкен объективті фотоаппаратпен келу керек екен. Өйткені жыртқыш аңдар өте алыс қашықтықта жүреді. Одан әрі жүріп, Ламар-Валлидің негізгі нүктесіне жеттік. Толық үйір болмаса да, 2-3 бизон жайбарақат жолдан өтіп бара жатты. Жалпы Йеллоустоун паркі бұл ақштағы ең жабайы табиғаты сақталған жердің бірі. Ең танымал аңдардың ішіндегі бұл американдық бизон. Осы парктың символы деуге де болады. Солтүстік Америкадағы ең үлкен құрлық жануары, салмағы 1 тоннаға дейін жетеді. Тай баяу көрінгенмен өте тез жүгіреді. Адамға аюдан да көп шабуыл жасайтын жануар. Көп турист жақын барып қателеседі. Олар кенеттен шабуыл жасайды. Жылына бірнеше рет туристерді сүзіп, лақтырып, не қуып жетіп жарақаттайды. Олардан кемінде 23 метр алыс болу керек. Кері қайтқан жолда да көзімізді бір сәтке де табиғаттан алмай, тағы да әдемі көріністерді тамашалаумен болдық. Жол жиегінде бір топ антилопа жайылып жүр екен. Өте жақыннан көруге мүмкіндік туды. Солай жүре бергенде қара қасқырды 3-ші рет, бірақ бұл жолы өте жақын жерден көрдік. Ал ендігі арманымыз гризли аюы көру. Соларды іздеп жолды әрі қарай жалғастырып келеміз. Бір кезде аллилуйя, гризли аюын жақыннан көрдік. Бұл біздің тізімдегі ең күткен сәттердің бірі еді. Ақыры соны да көріп, көзімізбен тамашаладық. Қуанышымызда шек болмады, себебі бұл жолғы сапардағы ең әсерлі кездесулердің бірі дәл осы гризли болды. Гризли аюы бұл солтүстік Америкадағы ірі әрі қауіпті жыртқыштардың бірі. Салмақтары 180-нен 400 килограммға дейін барады. Артқы аяғына тұрғанда 2-2,5 метр биіктікте болады. Бір соққымен бұғыны өлтіре алады. Аузын ашса адамның басы сыйып кетеді. Өте тез, сағатына 55 километр жүгіреді. Аюлар жол жанында, кемпинг қасында да жүре береді. Сондықтан парктың ережелері бар. Аюдан кемінде 91 метр алыс тұру, тамақты сыртта қалдырмау, аюға қарсы спрей алып жүру. Осылайша біз күткен жануарлардың көбін көріп, табиғаттың нағыз жабайы әлемін сезініп, осы шығарылымды аяқтаймын. Жалғасын жіберіп алмау үшін тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Қазақша контентті қолдап, достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар.